Сәлем достар, бұл HTML курсымыздың 10-шы сабағы, әрі соңғы сабағымыз болып саналады. Бүгінгі біз курста валидация туралы үйренеміз. Жалпы HTML құжатты валидация қалай өткізуге болатынын көрсетемін. Ендеше біз бастайық. Біз алдында жазып кеткен формамыз бар. Бұның қасына тағы бір абзац қосайық. Бізде P деген тек беріледі абзац салу үшін, білесіздер. Ішіне жазып кетейік. Бұл біздің соңғы сабақ. Соңғы сабақ дегенде мен қалың қылып жазып кетейін. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық. Бұл біздің соңғы сабақ дегенде, ол соңғы сабағымыз қалың жазумен жазылып тұр. Енді бұл құжатымызды валидациядан өткізу үшін арнайы сайт бар, validator.v3.org. Міне адрестік өрісінде жазылып тұр. Бұл ссылканы видеоның описаниесіне жазып кетемін. Құжатты тексерудің 3 әдісі бар. Ең бірінші түрі ол адрес арқылы. Егер де біздің құжатымыз сайтта, интернетте орналасқан болса, онда осы жерге адресін тереміз құжатымыздың. Екінші әдісі ол файлды жүктеу арқылы серверге. Үшінші әдісі HTML кодтың өзін осы жерге теру арқылы. Қазір біз екінші әдіспен істейміз. Мына жерде файл, выбрать файлды басамыз. Index.html файлымызды таңдаймыз, күнде жасап жүрген. Оны open бастық, check бастық. Бізде бір қате шығып тұр, warning. Бұнда айтылған lang атрибутын қос дейді HTML тегіне бастап жатқан кезінде. Қазір біз HTML-ға қосамыз lang атрибутын. Сақтадым. Қайтадан жүктейміз. Чек бастым қайтадан. Бізде айтып тұр, кезет деген атрибут length те бола алмайды дейді. Ол үшін ISO стандарт бойынша таңдау керек дейді. Міне мен поискке ISO language codes деп тердім. Енді Википедияға барамыз. Осының ішінен қазақ тілін тауып алуға тырысайық. КК деп жазады, міне таптым. Қазір КК-ға ауыстырайық. Сақтадым. Қайтадан жүктейміз. Құжатымызды тексерді, ешқандай қате шығарған жоқ. Жалпы валидация не үшін керек? Валидация деп отқанымыз біздің құжатымыздың стандартқа сәйкес келуін тексеруіміз. Ал стандартты не үшін жасайды? Стандартты жасайтын себебі әртүрлі браузерлер HTML құжатын барлық жерде бірдей көрсетуі. Сондықтан да стандарт болады әдейі арнайы. Құжаттардың барлығы дұрыс жұмыс істеу үшін. Біз қазір арнайы B тегін сыртына қарай шығарып жібереміз, P тегінің сыртынан. Бұл бізде қате шығарады. Неге? Өйткені P тегі жолдық элемент болып саналады, ал P тегі блоктық элемент болып саналады. Сондықтан да ол қате көрсетеді. Өйткені жол тегі блок сыртында бола алмайды. Сақтадым. Біз қайтадан қазір тексереміз. Міне бізде қате шығарып тұр. Айтып тұр міне P тегі дейді. B тегінің ішінде бола алмайды дейді. Ал себебі мен сіздерге түсіндіріп кеттім. Орнына қайтып қояйық. Сақтадым. Қайтадан тексерсек, қатеміз болмайды. Қате жоқ. Жалпы осылай валидация жасауды көрсеттім. HTML негіздерінің курсында аяқтадым. Бұл біздің соңғы сабағымыз болды. Енді келесі курсымыз ол CSS туралы болады. Содан кейін жаңадан бастаушыларға емес, озық оқушыларға тағы арнайы курс жасаймын. Ол верстка туралы. Ол үшін біз арнайы макет алып, оған біз верстка жасайтын боламыз. Келесі курста кездескенше сау болыңыздар.